Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жануарлардағы тура және түрленіп даму онтогенез типтері, бунақденелердің шала және түрленіп дамуына мысалдар. Сабағымыздың мақсаты жануарлардағы онтогенез кезеңдерін ажырату. Онтогенез ағзаның жеке дара дамуы, ұрық болып түзілуінен бастап тіршілігінің соңына дейінгі барлық өзгерістерінің жиынтығы. Онтогенез эмбрионды, постэмбрионды даму болып екіге бөлінеді. Постэмбрионды даму, тура даму, шала түрленіп даму, толық түрленіп даму болып үшке бөлінеді. Эмбрионды даму онтогенездің зигота сатысынан бастап туылғанға дейінгі сатысы. Ағзаның дамуы жұмыртқаның және ұрықтық қабықтардың немесе аналықтың құрсағында қорғалған жағдайда өтеді. Суретте құстардың эмбриондық дамуы бейнеленген. Постэмбриондық даму, яғни ұрықтан кейінгі дамуға айтылады. Организмнің жұмыртқа қабығын жарып шыққаннан кейінгі кезеңі. Тура даму. Организмдердің бірден ересек түріне ұқсап тууы. Олардың тек денесі өседі және жыныстық жағынан туылысып дамиды. Дамудың сызба нұсқасы жұмыртқа имаго. Имаго латынша ересек жәндік дегенді білдіреді. Тура дамитын организмдерге омыртқалы жануарлардан, бауыры мен жорғалаушылардың, құстардың, сүтқоректілердің және омыртқасыздардан сүліктердің, көп аяқтылардың, өрмекшілердің және тағы басқалардың дамуы жатады. Бұнда барлық мүшелерінің негізі қалыптасқан, көлемі кіші организмдер әрі қарай тек қана өседі, яғни жыныстық жетілу жүреді. Мысалы, тауықтың балапанын алып қарауға болады. Шала түрленіп даму деп дамуы үш сатыдан тұратын және дернәсілі ересегіне ұқсайтын бунақденелерді айтамыз. Дамудың сызба нұсқасы жұмыртқа, дернәсіл, имаго. Шала түрленіп дамитын жәндіктерге инелік, дәуіт, шегіртке, бұзаубас, бит, қандала сияқты организмдер жатады. Төмендегі суретте шегірткелердің даму сатысы берілген. Бірінші жұмыртқа, екінші, алтыншы дернәсіл, жетінші, сегізінші имаго бейнеленген. Қара шегірткенің даму циклі: бірінші зигота, яғни ұрықтанған жұмыртқа жасушасы, одан дернәсілдің дамуы, яғни нимфа, келесі ересек жәндік, яғни имагоның дамуы бейнеленген. Толық түрленіп даму деп дамуы төрт сатыдан тұратын және дернәсілі ересегіне ұқсамайтын бунақденелерді айтамыз. Дамудың сызба нұсқасы жұмыртқа, дернәсіл, қуыршақ, имаго. Толық түрленіп дамитын организмдерге қоңыз, көбелек, бірге, шыбын, маса, құмырсқа, балара сияқты организмдер жатады. Төмендегі суретте көбелектің даму циклі бейнеленген. Көбелек бірінші жұмыртқа, жұмыртқадан шыққан дернәсіл, ата тегі болатын болтты құрттарға ұқсайды. Одан қуыршақ кезеңіне өтеді, содан соң қуыршақтан шығып, ересек көбелекке айналады. Шыбынның даму циклі. Бұл жерде аталық және аналық организмдерден жыныс жасушалар, гаметалар түзіліп, одан ұрықтанған жұмыртқа жасушасы зигота пайда болады да, одан шыбынның құрты, яғни дернәсілі, келесі қуыршақ кезеңі, келесі имаго, яғни ересек ағза дамиды. Постэмбриондық кезеңнің ұзақтығы әртүрлі болады. Бір күн тіршілік ететін қанатты көбелектер бір күндіктердің дернәсілі 2-3 жыл,
жыныстық жетілу әртүрлі түрлерінде 2-3 сағаттан 2-3 тәулікке созылады. Тақырыпты түсінген болсақ, сәйкестендіру тестін орындаңыз. Бунақденелердің түрлері берілген бұл жерде. Сол бунақденелердің шала және толық түрленіп дамудың қайсысына жататындығын анықтауымыз керек. Келесі рефлексия кезеңі. Мен білемін, менің түсінбей қалғаным, мен жақсы түсіндім деген сияқты өзіміздің түсінген, түсінбегеніміз туралы ақпарат жазамыз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.